Мылқаудың мұңы 2 бөлім. Өмір шіркін тәтті ғой. Айсырға жанын қиялмай, мүгедек жалғызын қиялмай, сүйретіліп үйіне қайтты. Қора маңында жүрген жары алдынан шықты. Таң алайкүмде өзен жақтан келе жатқан әйелін көріп, тіксініп қалды. «Әй, сен неғып жүрсің айдалада?» «Сейіт, менің ойыққа түсіп өлгім келбеді. Сендерді қимадым» деп жылап жіберді. «Өлген несі? Ненің азабы жаныңа батып барады? Өмірден безінетіндей» деп күйеуі жақындап келіп бетіне үңілді. Таңның арайы сырғаның жүзіндегі мұңды көрсете алмады. «Әлде сонша жылдан бері жалғыз үй көшіп қонып жалықтың ба?» деді. Сондай бір жұмсақ үнмен қосағы. Осыншалық жанына жақын үннен бүкіл жан дүниесі еріп жүре берді. Сол-ақ екен. Сейтқан, біз сорладық қой, сорладық деп күйеуін құшақтап алып сырға дауыстап жылап жіберді. Еркек әйелінің мына қылығынан дал болды. «Сорлаған несі? Айтшы жұмбақтамай. Мені өлтір, атқа сүйре, айдайға тиіспеші, оның жазығы жоқ» деген сырға отыра қалып ерінің аяғын құшақтап еңіреді. Сырға, өлтірсең де айтшы. Жайлауда сен өріске, өзім ауылға азыққа кеткенде үйге бір аттылы дәу еркек келіпті. Айдайға тиісіп кетіпті. Қара бет болдық. «Немене?» деп даусы шығып кеткен Сейтқан ары қарай сөйлей алмай тілін тістеді. Деп ауырсынып бұрылып атына қарай жүрді. Бара сала жайдақ жиренге қарғып мініп, оқтай ағып түн қойнына сіңіп жоғалды. Осының бәрін қараңғы үйдің терезесінен көріп тұрған Айдидардың көз жасы жүзін жуып кетті. Сейтқан жарық түсе үйіне оралды. Үшеуі әдеттегідей таңмен ілесе тірліктерін жалғастыра берді. Түндегі тіршілік сол түнмен кетсе ғой деген сырғаның ойы болмады. Сәресі кезінде қосағы күңірене тіл қатты. «Сырға, мұның бәрі менің жасында жасаған қиянаттарыма жаратқаның көрсетіп жатқаны. Жамандық тау айналып келеді, не от айналып келеді» деп отыратын апам. Сол от айналып келген осы деп бір тоқтады. Айдай әкесі өзі туралы бірдеңе айтып отыр деп ұяттан өртеніп, дастарханның шетін ширата түсті. Сырға күйеуінің осынша сабырлы мінезіне қайран қалып үнсіз тыңдады. «Сен бала таптың емес, қатарынан 3 ұл таптың. Біреуі Көкжөтелден, екіншісі Қызылшадан кетті. Кішісін көз алдымда тай сүйреп өлтірді. Солардың зар илеп отырып көргеніміз мынау мылқау қыз болды. Қанаттыға қақтырмай жүргенде көлденең көк атты арамдап кетті. Оны кімге дәлелдейміз? Еркек бала болса, біреуді зорлап алып берсек те үй етер едік. Қыз байқұсты кімге апарып қосақтаймыз? Күлген күлер, басына келсін. Сен ойыққа түсіп, мен асылып өлгенде Айдайға тіл шыға ма? Шаңырақ ортасына түседі. Маңдайымызға жазылған осы шығар. Не көрмеген басымыз? Төзейік» деді. Сырға күйеуінің мына сөздеріне сенер-сенбесін білмей, аузы ашылып, көзі бақырайып қалды. Сырға, осының бәріне мен кінәлімін. Жасымда талай жазықсыздың обалына қалып, ұрлық-қарлықты көп жасадым. 13-ке толғанында бірге ойнап жүрген баланы атып алғаным бар еді. Ол біреудің жалғыз еді. Соның анасы, көгерме, көктеме, қорлығын тірідей көр деп қарғап еді. Қайтсын енді, мені атып өлтіре алмады. Күйеуі соғыста өлген. Содан жалғыз қарас еді. Әкем сол жағдайдан кейін басқа жаққа көшіріп әкеткенмен, сол кемпір өле-өлгенше мені қарғап өтті ме деймін. Сол үшін ерте ме кеш пе жазаланып жүрген деймін. Егер өмірімде жамандық болып жатса, оған ешкімді де кінәламаймын деп егіліп жылап жіберді. Көкесінің жылағанын көріп шошқан Айдидар атып тұрып далаға қашты. Екпінімен жүгіргеннен жүгіріп, қораның сыртындағы маяның арасына қойып кетті. Іленің бойынан жиналған шөпте әлі көктемнің иісі аңқиды. Сол иіске елтіп отырып ұзақ жылады. Көзі бұлдырап, шығыстан құлан ектен келе жатқан күнге қарады. Оның осында келгенін көріп қалған аққұлақ маяны айналып үріп шауып жүр. Есік алдына әкесі шықты. Жан-жағына мойнын соза біраз қарап тұрды да тірлігіне беттеді. Анасы да шыққан еді. Аяқ-аяғына тимей үйді айнала қызын іздеп жүгірді. Әкесі мен шешесінің мұның атын атап шақырмайтыны белгілі. Ерлі-зайыпты екеуі сабылып іздеді. Көздері жеткен жерге мойын тамырлары үзіліп, үңіліп кеп қарайды. Айсырға үйге қайта кіріп,
Бағана өздері басынан тұра-тұра қашқан дастарханды жинастыруға кірісті. Әр ыдысты бір ұстап берекесі кетіп жылады. Енді не істеймін? Өзіне қол салып жүрсе қайтем деп күбірлеп қояды. Сейітхан көз алдында болып жатқан кесір-кесапаттың бәріне өзін кінәлап, ақтарылып алған соң белдеудегі атын шешті. Бірін-бірі пана тұтып жүрген үшеуінің жүрегі далы-дал болып үш жаққа кетті. Әркім өзін кінәлап, өзінше азапты. Ашу көтеріп сенделіп кетті. Бірі түнгі даланы келіп сабырға тоқтады. Екіншісі жарқабақтан үйінің түтінін көріп, тірлікке қимастық оянды. Айдидар болса, өле салу дегенді түсінбейді. Көзін ашқалы көргені әке-шешесі, бірлі жарым келіп кеткен. Қоршаған жан-жануармен іштей мұңдасуды біледі. Бар білгені дәл қазір әке-шешесіне көрінбеу. Шөп арасында бүрісіп ұзақ отырғаннан ішіндегі шараны ары-бері тыпырлағандай болды. Өзін де, ата-анасын да осындай халге түсірген пәлені іштей ұнатпайды-ақ. Өзі жалғыз өскен соң ба, өте балажан. Кешеге дейін қуыршаққа киім тігіп ойнайтын. Қолдан апасы тіккен қуыршақтарды түсірмей өсті. Шөп ішіндегі мұны көріп Аққұлақ жүгіріп келді де үріп-үріп жіберді. Аққұлақтың үргенін естіп апасы үйден шығып Мая жаққа беттеді. Жақындай түсіп, состиып тұрған қызын көрді. Жанына келіп басынан сипап, маңдайынан сүйді. Үйге қарай жетеледі. Сенің жазығың не бейшара балапаным деп, көбірлеп қолынан үйге қарай жетеледі. Айдидарды арғы беттегі сіңілісінің қолына бере тұруға бел байлады. Қыстың көзі қырауда, сіңілісінің үйіне аттандырып жіберді. Бір күн бір айдай сезіліп, сылбыр өтіп жатты. Қой төлге бастаған ерте көктемде Айдидар босанып шекесі торсықтай ұл тапты деген хабар жетті. Сейітхан бишара еркек бала болғанына іштей қуанып қалды. Қазан көтеріп шілдехана жасауға жұрттың күңкілінен сескеніп, қуанышын ішіне бүгіп жүрді. Басқа түссе баспақшылық хал. Айсырға сіңілісіне барып, баланы қырқынан шығарып, қолға ұстауға жарап қалғанша бағып бер. Сұрағанға сіңілімнің баласын бағып алдым дермін деп пысықтап қайтқан. Сейітхан ішкі сыртын жұртқа білдірмей, жолына қарап жүрген зайыбына немересіне деген ақжарма сезімін ақтарылып жеткізе алмай қор болды. Бәрі дұрыс екен деп қоя салған еді. Кешкі тамақ үстінде оңаша қалғандай, Сейітхан өз сөз бастады. Кішкентай қалай екен деді. Сол-ақ екен, Айсырға көрген білгенін ақтарып салды. Бір кезде тасып сөйлеп кеткеніне өзі іштей ұялып қалды. Қосағының бұл мінезін байқаған ері, қайтеміз, тағдырдың жазуы шығар. Айдайдан кейін, 20 жылдан кейін көрген қызығымыз ғой, атын қоялық деді сабырмен. Сіз қойыңыз, документін сельсоветке барып жаздырып алармыз. Жалғыз үй отырып, жалғыздық көргенде жанымызға серік ерте ме, кеш пе, біз үлкендердің соңынан кеткенде Айдайға серік болсын. Жаманның атын серік қоялық деп, аузын жыбырлатып, дұға қайтарып бата жасады. Қосағының қиын жағдайды сабырлық танытып, басқа түскенді басалықпен көтеріп отырғанына риза болған зайыбы, көкесі-ау, сіздің осынша сабырыңызға құлдық. Енді осы маңдайымызға бұйырғанның амандығын тілейік деп тағы жылап қалды. Ақпанның үңірейген кеші, 2 мұңлық бастарына түскен, іске үнсіз мойынсынып тағдырға тәубе айтып отырған сыңайлы. Бір дастархан басында жарты нанды бөлісіп жесіп, шүңкілдесіп сөйлесіп отырды. Жылы үй, жылы дастархан арадағы болған қиын қыстау оқиға қасан көңілдің тоңын жібітіп жібергендей. Кісі үмітпен өмір сүреді, ілгері тілеу жетелейді. Тағдыр кесе көлденең тартқан мылқау қыздың мұңы мен мұңлықтың жүрек жарасы болып, бақи жалғанға көшері кәміл еді. Мұң мен адам егіз жаратылған. Жарық жалғанда мұңсыз пенде жоқ шығар сірә.